Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұлулықты сақтайық. Давайте сохраним красоту. Балалар, бүгін сабақта киік туралы мәтін оқимыз. Көп таңбалы сандарды қатесіз айтуға және жазуға жаттығамыз. Заттардың санын болжап, айтуды және жазуды үйренеміз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Теке, козел, самец, ешкі, коза, самка, туяк, копыта, шөль, пустыня, азаю, уменьшаться, жойылу, исчезать. Балалар, қайталаймыз. Теке, ешкі, туяк, шөль, азаю, жойылу. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните их. Ал енді балалар, бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп көр. Ребята, попробуйте ответить самостоятельно на вопросы. Киіктер қандай болады? Какие бывают сайгаки? Олар неге ұқсайды? На какое животное они похожи? Олар несімен әдемі? Чем они красивые? Олар қандай аймақта тіршілік етеді? В каких регионах обитают сайгаки? Балалар, осы сұрақтарға өз бетінше жауап беріп көріңдер. Ребята, давайте попробуем ответить самостоятельно на эти вопросы. Ал енді балалар, келесі мәтін бойынша жауаптарымызды тексеріп көрейік. А теперь, ребята, с помощью текста попробуем проверить свои ответы. Тыңдалым. Ал енді балалар, мәтінді тыңдаймыз, бірге оқимыз, мәтін ішінен жауаптарымызды тексеріп көреміз. А теперь, ребята, внимательно слушаем текст, читаем и проверяем свои ответы. Киік қойға ұқсас жануар. Монғолия мен Қазақстанда ғана сақталған. Киіктер шөл және далалық аймақтарда тіршілік етеді. Текелерінің бойы 126-150 сантиметрдей, салмағы 34-49 килограммдай. Ал ешкілері кішірек 109-127 сантиметрдей, салмағы 22-37 килограммдай болады. Текесінің мүйізі бар, ешкісінің мүйізі болмайды. Жаз айларында арқа түсі сарғыштау болады, қыста түсі ақшылдау болады. Олар жылына бір рет мамырдың басында төлдейді. Киіктер үшін қасқыр қауіпті. Оның жас төлдеріне бүркіт, дала қыраны мен қарақұстар да шабуыл жасайды. Киіктің еті дәмді, мүйізі мен тұяғы, терісі құнды. Оның мүйізінен пантакрин жасайды. Тұяғын күйдіріп, теміретке жағады. Үкімет киіктерді 2006 жылы қызыл кітапқа енгізді. Өйткені олар азайып бара жатыр. Оларды қорғау жұмыстарына 200 миллиондай теңге қаржы жұмсады. Ал енді балалар, мәтінді тағы бір рет өзіміз оқимыз, аудармасымен танысамыз. Ребята, еще раз внимательно читаем текст с перевода. Можете приостановить видео. Ал енді келесі тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырма. Мәтін бойынша кестені толтырып жаз. Ребята, вам нужно заполнить таблицу по тексту. Киіктің сақталған жері. Где сохранились сайгаки? Монголия, Казахстан.
Тіршілік ететін аймақ, где они обитают. Шөл және дала. Пустыни и степи. Текелердің бойы. Вот здесь пропущено. Это ответ находите в тексте. Рост самцов. Текелердің салмағы. Ешкілердің бойы. Рост самок. Ешкілердің салмағы. Вес самок. Текенің айырмашылығы. Чем отличаются самцы? Ешкінің айырмашылығы. Чем отличаются самки? Төлдейтін уақыты. Когда у них появляются детеныши. Пайдасы, польза. Еті дәмді, терісі әдемі, мүйізі мен тұяғы дәрі. Мясо вкусное, шкура очень, мех красивый, рога и копыта лекарства. Қызыл кітапқа енген жылы, когда была внесена в Красную книгу. Қорғауға жұмсалған қаржы. Средства для защиты сайгаков. Выделенное средство для защиты сайгаков. Это задание письменное, выполняете в тетради. Есте сақтайық грамматика. Болжамдық сан есім приблизительные, числительные. Ребята в приблизительные числительные отвечают на вопрос қаншадай, қаншаға жуық. Приблизительно сколько. Они обозначают не точное количество, а приблизительное количество предметов. Они образуются несколькими путями. Первый способ с помощью суффиксов тай-тей, қырықтай, жетпістей, дай-дей, жиырмадай, елудей, 35 килограмм дай. Ребята, эти суффиксы присоединяются к корню числительного или количественным числительным. Жуық, около. Киіктердің 115-ке жуық түрі бар. Есть около 115 видов сайгаков. Шақты, примерно. Тау етегінде 30 шақты киік жайылып жүр. У подножия гор пасутся примерно 30 сайгаков. Шамамен. Біздің қорықта шамамен 500-дей киік төлі бар. В нашем заповеднике примерно 500 детенышей сайгаков. Ребята, когда мы используем слово «жуық», «около», к числительным добавляем суффиксы «ға-ге», «қа-ке». 500-ге, около 500. Жуық и шақты применяем после числительных. 30 шақты, примерно 30, около 115. Шамамен, слово это используется перед числительным. Еще к числительным добавляются суффиксы дай-дей. Здесь обозначает не точное количество, а приблизительное количество предметов. Жақсы балалар, енді келесі тапсырманы орындайық. Ал енді 5-ші тапсырманы орындайық. Сұрақтарға жауап бер, сандарды болжап айт. Ребята, вам нужно ответить на вопросы, используя приблизительные числительные. Бірінші сұрақ үлгі. Шамамен неше лақ көтересің? Примерно сколько козлят можешь поднять? Шамамен 1-2 лақ көтере аламын. Екінші сұрақ. Текелердің салмағы қанша болады? Сколько весят самцы? Текелердің салмағы 37-49 килограммдай болады. Обратите внимание, 37-49 килограммдай.
Бұл бізде болжамдық сан есімдер. Это у нас приблизительные, числительные. Үшінші сұрақ. Киікті қорғауға шамамен қанша ақша бөлінеді? Для защиты сайгаков сколько выделяются денег? Ешкілердің салмағы қанша? Сколько весят самки? Маралдың салмағы қанша болады? Примерно сколько весят олени? Текелердің неше мүйізі болады? У самцов сколько рогов? Бұл тапсырманы ауызша орындайсыңдар. Это задание выполняете устно. Отправляйте голосовым сообщением учителю. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.